Сәлем достар, сіздермен Жанар Бөлен каналы. Видеолар ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Қандай рецепт керек болса, оны да жаза кетсеңіздер болады. Ал бүгін сіздермен біз өте дәмді испандық бәлішін жасаймыз. Жасалу жолы өте оңай, бірақ көп уақытты да қажет етпейді. Бізге ең алдымен керегі сүзбелі ірімшік 550 грамм. Видеода көрсетілгендей етіп миксерлейсіздер, бірақ бұл бәліш көп миксерді қажет етпейді. Кішкене ғана. Сосын 4 дана жұмыртқамыз қажет. Егер өз еркілеріңізде бір жұмыртқаны жарып, миксерлеп алсаңыз болады. Немесе 4-еуінде бірге жарып, сосын бар миксерлесеңіз де болады. Ешқандай да айырмашылығы болмайды. Мен бұл жерде 4-еуін жарып, сосын 150 грамм қантымды қосып, миксерлеп алдым. Көп миксерлеген жоқпын, қанты ерігенше. Сосын 340 грамм кілегейімізді қосып, кішкене ғана миксерледім. Егер сіздерде жүгері крахмалы бар болса 25 грамм, ал егер болмаған жағдайда бір ас қасық ұнымызды қоссаңыздар болады. Мінеки біздің дайын болған салмамызды 22 сантиметрдегі сақинамызға құямыз. 180 градуста 40-50 минутқа қойып қоясыздар. Пешімізді ашпаймыз. Сосын дайын болған соң, оны міндетті түрде суыған соң тоңазытқышқа 4-5 сағатқа қойып қойыңыздар міндетті түрде. Сонда ол өте дәмді болады. Ас болсын.